Саламатсыңдар ма? Мен Қарабаева Алтусын Еркінбекқызы, Түркістан облысы Арыс қаласы нөмір 17 колледждің өзін-өзі тану пәнінің оқытушысы. Бүгінгі сабағымыз қайсарлық пен батылдық. Сабағымыздың құндылығы дұрыс әрекет, қасиеттері: қайсарлық, батылдық, табандылық, төзімділік. Сабағымыздың мақсаты: оқушыларды қайсарлыққа, батылдыққа тәрбиелеу, оқушылардың бойындағы ерік, жігер, табандылықтарын дамыту. Міндеттері: қайсарлық, батылдық ұғымы туралы түсіндіру, ерік, жігер, табандылықтарын дамыту, қайсарлыққа, батылдыққа тәрбиелеу. Сабағымыздың дәйек сөзі: ерге керек төзімділік, күш-қайрат, тұру керек күн мен айдай нұр жайнап. Жүсіп Баласағұн. Бұл дәйек сөзіміздің мағынасы ерлік, қайсарлық туралы. Ерліктің негізі сүйіспеншілік. Отанын сүйген азамат ол үшін отқа да, суға да түседі. Бірақ нағыз азамат оны ерлік жасадым деп есептемейді. Азаматтық міндетімізді атқардым, отан алдындағы перзенттік борышымды өтедім деп қана біледі. Ендігі кезекті мұғалімнің сыйы айдарына береміз. Мұғалімнің сыйы айдарында Бауыржан Момышұлы туралы қызықты деректерді көреміз. Бүгінгі қызықты дерек батыр Бауыржан Момышұлы туралы болады. Желтоқсан айының 24 күні туған, жайшылықта сабырлы, ал майданда аса қатал болған деседі. Бала кездегі лақап аты Шаңтемес болған, біреу білсе, біреу білмес. Алғашқы еңбек жолын ұстаздықтан бастаған. 1928-1930 жылдары бастауыш мектепте сабақ берген. Әр саланың игеріп әкететін ерекше қабілетінің арқасында Шымкент өнеркәсіп банкінің экономисі болып та қызмет еткен. Қаржылық сауатты Момышұлы әскери саланы да тастамай қатар алып жүрген. Соғысқа дейінгі жылдары әскерде өнерімен талайды тәнті еткен. Ат үстінде қылышпен ойын көрсетуде асқан ептілік танытып, Будиннийдің көзіне түскен. Екінші дүниежүзілік соғыста генерал-майор Панфилов басқарған әйгілі дивизиясының құрамында 1941 жылдың қыркүйек айынан бастап қатысты. Бауыржан Момышұлы Москва-Шу шайқаста 207 рет ұрысқа кірісті. 1945 жылдың 16 қаңтарында Алматыға келген Бауыржанды Мұхтар Әуезов, Қаныш Сәтпаев тағы басқа ғалымдар соғыс туралы әңгіме лекция өткізуге шақыртып, кездесу ұйымдастырады. Осы дәрістің стенограммасынан кейін соғыс психологиясы деген атпен кітап болып басылды. Қан құйылы соғыс уақытында дивизия басқарған екі ақ қазақ болған. Біріншісі Бауыржан Момышұлы, екіншісі Әбілқайыр Баймолдин. Соғыстан кейін 1950-1955 жылдары полковник шенімен Совет армиясы әскери академиясында сабақ береді. Совет одағының генералдар алдарында дәріс оқылған асқан стратег, психолог, шешен, тапқыр полковниктің кәсібилігін бірден мойындайды. Батыр, ақын, Алаштың арысы Мағжанды өз көзіммен көрдім деп те осы кезде айтады. Бауыржан Момышұлы 1962 жылы Фидель Кастроның шақыруымен Куба еліне барды. Кейін 1963 жылы тағы бірнеше мәрте шақыртумен арнайы сапармен барып қайтты. Бір айта кетерлігі, Куба елінің саяси күрескері Фидель Кастро түрмеде жатқан кезінде Момышұлының кітаптарын оқып, көзқарастарының нығаюына ықпал еткенін айтады. Елге оралған соң қорғаныс комиссариатына, яғни қазіргіше министрлік басшылықтан ой болған. Алайда елдегі науқаншылдық оған жол бермеді. Тіпті ректор Өмірбек Жолдасбеков Қазақ ұлттық университетінің әскери кафедрасына жұмысқа алмақ болады. Алайда оған да қарсылық болған деседі. Кейін бірыңғай шығармашылыққа келді. Ол қазақ және орыс тілдерінде бірдей жазып, өз өміріндегі көрген білгендерін шығармаларына арқау етті. Бауыржан Момышұлы өмірінде бірнеше рет үйленіп шаңырақ көтерген. Алғашқы зайыбы Бибіжамал Мұқанқызынан Бақытжан есімді ұлы дүниеге келген. Ұлы да жазушылықпен айналысқан.
Екінші әйелі Вера Строева Бауыржанның әдебиетке келуіне әсер еткен. Клавдия Коркина атты сыған қызымен бас құрып, одан Елена Бауыржан қызы деген перзент сүйген. Тағы бір әйелі Бақытжамал Қалибек қызымен 10 жыл бірге болған. Бұл бейне көрсетілімде Бауыржан Момышұлының қайсарлығы мен батылдығы туралы көрсетіледі. Бауыржан Момышұлы 2 мәрте Кеңес одағының батыры атағына ұсынылды, бірақ берілмеді. Неге? Күтілетін жауап Момышұлы болғандықтан. Ол батыр атақ үшін Момышұл болудан бас тартты. Тәуелсіздік алған соң халық қаһарманы атағы берілді. Келесі бөліміміз шығармашылық жұмыс. Дәптерімізді алып, дәптерімізге сіздің аты жөніңіз, ерлік дегенді қалай түсінесіз? Сіз өз өміріңізде ерлік жасап көрдіңіз бе? Өз ауылымызда өмірі ерлікке толы кісі бар деп айта аласыз ба? Осы сұрақтарға жауап жазып, маған кері байланыс ретінде жіберулеріңізге болады. Бұл көрсетілімде біз Қазақстанның басқа да батыр ұлдары және қыздары туралы көреміз. 500-ге жуық қазақстандық Кеңес одағының батыры атағын алды. Талғат Белгелдинов 2 мәрте Кеңес одағының батыры атағын алған жалғыз қазақстандық. Аты аңызға айналған ұшқыш шабуылшы, қазақ сұңқары. Сұлтан Баймағамбетов, пулеметші, Кеңес одағының батырын атағы алды. Мәлік Ғабдуллин, батыр панфиловшы, жазушы. Бір шайқаста оның рота неміс гарнизонына шабуыл жасады. Жаудың саны 4 есе көп болды. Төлеген Тоқтаров, батыр панфиловшы, ішінен ауыр жараланған ол жау шабуылына жалғыз өзі тойтарыс берді. Қасым Қайсенов, батыр партизан, әйгілі диверсант барлаушы. Мәншүк Мәметова, пулеметші, Кеңес одағының батыры атағын алған тұңғыш қазақстандық қыз. Ауыр жараланса да өлімге бас тігіп, жалғыз өзі фашистердің шабуылына тойтарыс берді. Әлия Молдағұлова, мерген, Кеңес одағының батыры, жаудың 78 әскерінің көзін жойды. Жараланса да қоян қолтық ұрысқа түсті, 19 жасында қаза тапты. Хиуас Доспанова, Қазақстаннан шыққан жалғыз ұшқыш қыз еді. Рахымжан Қошқарбаев, лейтенант, қатардағы жауынгер, бірінші болып Ристаққа туп тіккен қазақстандық. Сіздер жасаған ерлік мәңгі біздің жадымызда. Бұл бейне көрсетілімде біз Бауыржан Момышұлынан басқа қазақтың бірнеше батыл ұлдары мен қыздарын көрдік. Батыл қайсар болу, игі мақсаттар жолында табанды, өз ісі мен сөзіне сенімді болып, еркін, жасқанбай әрекет ету деген сөз. Мақсатың мен мүмкіндігің, тілегің мен міндетің өзара үйлесім тапқанда ғана мұратыңа жетесің. Жігер деген мен, күш деген мен, махаббат деген мен, кешірім деген мен, құдірет деген мен, жастық деген мен, денсаулық деген мен, ақылдылық деген мен, бар ғажайып деген мен, бәрі маған байланысты. Бәрі менің қолымда деп, біздің батыл да қайсар болуымыз өз қолымызда екенін ұғындық. Осымен сабағымызды аяқтап, сабағымыздың соңында Мұхтар Шахановтың ерлікке шақыру өлеңін тыңдаймыз.
атқан үндің сен бүгін, бірақ атқа мінгеніңнен не пайда, жүрегімде қалғып жатса ерлігің. Ай, бос бала, қанатыңды талдырма, алай дүлей жаңбырда, тізгініңді беріп қойма тағдырда. Қуанышым жан тәніңмен бір адамды сүймегенің үшін, сүйе алмағаның үшін, табиғаттың алдында кінәлісің. Қорға жаным сеніміңді жеруден, қорлық бар ма жанбай жатып сөнуден. Өмірдегі үлкен жеңіс әрдайым басталмай ма өзің жеңуден. Ай, бос бала, қанатыңды қалдырма, алай дүлей жаңбырда, тізгініңді беріп қойма тағдырда. Қуанышым жан тәніңмен бір адамды сүймегенің үшін, сүйе алмағаның үшін.